Үшінші мегаполисте эпидемиологиялық ахуал өршіп тұр. Шаһар қызыл аймаққа еніп, коронавирус жұқтырғандар саны күн санап артуда. Өткен тәуліктің өзінде COVID-19 инфекциясын жұқтырудың 221 жағдайы тіркелген. Қаланың бас дәрігері дерттің жасарып бара жатқанын алға тартады. Жыл басынан бері вирус жұқтырған 933 науқас анықталған. Өкініштісі, оның жетеуі көз жұмды. Осы коронавирус індетпен жас балдарымыз өте көп ауырып жатыр. Мысалға, кешегі коронавирус індетін жұқтырған 221 адамның ішінде 18 жасқа дейінгілер 59 адам. Естеріңізде болатын болса, 2020 жылы, 21 жылы коронавирус індеті өршіп тұрған кезде жастар өте аз ауыратын еді. Қазір бұл жас талғамай жатыр. Сол үшін қазір таңда Шымкент қаласындағы барлық емханалар, ауруханалар, жедел жәрдем, жалпы бүкіл медицина қызметкерлері өте күшейтілген режимде жұмыс жасап жатыр. Елдегі төтенше жағдай кезінде эпидахуалдың өршуі жығылғанға жұдырық болған мамандар жасырмайды. Коронавирустың қайта белең алуына ең әуелі тұрғындардың сақтық шараларын сақтамауы себеп дейді Бақытжан Пазилов. Сөзінше, қазір тұрғындар қоғамдық орында бетперде тағуды мүлде қойған. Сондай-ақ ревакцинациядан өтуге ниет білдіргендер саны да көңіл көншітпей отыр. Шымкентте 37.934 адам ревакцинацияланған. Бұл миллионды қала үшін өте аз көрсеткіш дейді мамандар. Шаһардың бас дәрігері, егер қаладағы эпидахуал одан әрі күрделенсе, вакцина алмағандарға қосымша шара қарастыруымыз мүмкін екенін қатаң ескертеді. Эпидемиялық жағдай ушығып жатса, бізде бір мынау түрлі қадамдар жасаймыз. Ең басы адамдардың қауіпсіздігі ғой. Мүмкін түрлі банағы дүкендерге, ойын-сауық орталықтарына, оларға тек қана вакцинамен ғана кіруге мүмкін, сондай іс-шараға біз баруымыз мүмкін. Егер сіз вакцина алмасаңыз, ревакцинация алмасаңыз, ондайларға кіремей қалуыңыз мүмкін. Онда кезде алда болашақта мүмкін сондайда бір қадамдар жасауға тура келеді. Бұдан өзге денсаулық сақтау басқармасының басшысы қалада COVID-19-ға ПТР сынама тапсыру құнының арзандағанын жеткізді. Бүгінде қаладағы 15 зертханада 4900 теңгеге ПТР тесттен өтуге болады. Айта кетсек, аққалаттылар тұрғындарға қашықтықтан көмек көрсетуді де қайта қолға алған. Яғни мобильді бригада жұмысы күшейтіліп, шаһарда 211 мобильді бригада жасақталған. Емханаға барудың қажеті жоқ, үйіңізге барып емдейді. Үйіңізге барып диагностика қояды, үйіңізге барып ПЦР тест тапсырады. Емханаға қазір келіп, ол жерден өзіңіз жұғып, немесе басқа біреуге жұқтырудың қажеті жоқ. Қазір барлық біздің жұмысымыз дистанциялық түрде емдеу, немесе науқасты үйінде емдеу. Айта кетсек, қазір стационарда коронавируспен ауырып жатқан 157 науқас емделіп жатыр. Оның 65-і жүкті келіншек. Болашақ аналардың қазіргі жағдайы ауыр. Еске салсақ, өткен жылы COVID-19 дертінен 12 аяғы ауыр келіншек қайтыс болған еді. Бақытжан Пазилов вирус жұқтырған келіншектердің барлығы екпе алмаған деп отыр. Сондықтан ол шаһар тұрғындарын екпе салдырып, ревакцинациядан өтуге шақырады. Азиза Мадияр, Антон Семенов, Рауан Тастанбеков, Нарньюс.